Қайырлы кеш. Павлодарда спорт мектебінің төбесі ортасына түсті. Балалар аман ба? Ал қымбаттап жатқан сиыр, қой, жылқы етіне сұраныс азайса не болады? Осы сұрақтарға бірер уақыттан соң информбюро тілшілері жауап береді. Ал қазір Зейнет KZ жобасы. Рахмет, қайырлы кеш. Эфирде Зейнет KZ бағдарламасы. Студияда Әйгерім Ердәулет. Бүгінгі хабарымыз бейнетінің зейнетін көргілері келетін барша көрерменге арналады. Бәрімізге белгілі зейнетақы мемлекеттік бюджеттен төленетін ортақ, базалық және салымшының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы жинағынан берілетін бөліктен тұрады. 2021 жылдан бастап зейнетақы төлемдерінің жинақтаушы бөлігін есептеудің жаңа әдісі енгізілді. Яғни бүгін қордағы шотыңызда жинаған қаражатыңызды зейнетке шыққанда қалай ала алатыныңызды толығырақ түсіндіріп өтеміз. Сонымен, биылғы жылдың 1 сәуірінен бастап енгізілген жаңа есептеу тәсілі көрермендерімізге ұғынықты болу үшін әуелі студиямызға тапқыр Теңгетайды шақырып түсіндіріп беруін сұрайық. Қайырлы кеш. Сіздерге түсінікті болу үшін нақты мысалмен қарастырайын. Салымшының қордағы жинақталған зейнетақы сомасы 6 миллион теңге делік. Бұл қаражатты зейнетақы жинағына қатысты бекітілген 6,5% коэффициентке көбейтеміз. Алынған соманы бір жылдағы 12 айға теңдей бөлеміз. Сонда бірінші жылдағы ай сайынғы зейнетақы көлемі 32.500 теңге болады. Әрбір келесі жылы бұл ай сайынғы төлем 5%-дан артып отырады. Яғни, егер бірінші жылы қордан берілетін төлем 32.500 теңгені құраса, екінші жылы үстемақыны қоса есептегенде ол 34.125 теңге болады. Осылайша біз қордан берілетін зейнетақы төлемдерін есептеудің жаңа тетігі зейнетақы төлемдерінің жыл сайынғы өсуін көздейтінін байқап отырмыз. Бұған қоса, зейнетке шыққан азаматтың бюджеттен базалық және ортақ зейнетақы алатынын да ескерген жөн. Рахмет, Теңгетай. 2021 жылға дейін БЖЗ-дан төленетін төлемнің ең аз мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің кемінде 54%-ын құраған еді. Ақшалай мәнде бұл 18.500 теңгеден сәл артық. Бірақ биыл 1 қаңтардан бастап бұл көлем өсіп, төлемдердің ең аз мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ын құрады. Ал бұл сома 24.000 теңгеден асады. Одан төмен төлем жоқ. Егер зейнетақы төлеміне өтініш берген күндегі зейнетақы жинақтарының сомасы ең төменгі зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспаса, онда барлық сома алушыға қордан бір рет, бір жолата төленеді. Айта кету керек, былтыр зейнетке шыққан азаматтар биылғы жылдың зейнетақы төлемін ескі әдістеме бойынша алады. Яғни жинақ сомасы зейнеткердің жасына сәйкес келетін ағымдағы құнның коэффициентіне көбейтіліп 12-ке бөлінеді. 2022 жылынан бастап берілетін төлемдер 5%-ға артып, бұл үрдіс кейінгі жылдарда да жалғаса береді. Ескерте кету керек, зейнеткерлікке 2018 жылға дейін шыққан азаматтар үшін есептеу тәсілі өзгермейді. Олар үшін жыл сайынғы зейнетақының мөлшері ең төменгі зейнетақының кемінде 30 еселенген мөлшерін құрап, төлемдер бұрынғы кесте бойынша жүзеге асырылады. Енді бүгінгі тақырыптың түйінін тарқату үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өкілі Азат Маратұлы Сапинмен тікелей байланысқа шығайық. Қайырлы кеш, Азат мырза. Айтыңызшы, ескі тәсілмен жаңа әдістеменің айырмашылығы неде? Осының ара жігін түсіндіріп кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Ескі әдістемеге сәйкес бұрын қордан жүзеге асырылатын зейнетақы төлемдері шоттағы жинақтар таусылғанға дейін беріліп отыратын. Бірақ уақыт өте келе, осы ескі әдістеменің негізін құрайтын бірқатар көрсеткіштер өздерінің өзектілігін жоғалта бастады. Сондықтан азаматтардың зейнетақы төлемдері біртіндеп жылдан жылға төмендей бастады. Яғни олардың мөлшері тұрақты түрде азая бастады. Сол себепті ескі әдістеме азаматтардың мүдделеріне сәйкес келмей, зейнетақы төлемдерінің нақты мәнін сақтай алмады. Ал енді жаңа әдістемеге сәйкес зейнетақы төлемдері жыл сайын өсіп отырады. Сондықтан жаңа әдістеме зейнетақы төлемдерінің қарапайым және түсінікті тәртібін қамтамасыз етеді. Ал бұл азаматтар үшін жеке қаржыны және отбасылық бюджетті жоспарлау кезінде өте маңызды.
Жауабыңызға рахмет. Иә, шынында да жаңа есептеу тәсілінің оңтайлы тұстары басымырақ екен. Назар аударатын нәрсе БЖЗК-да берілетін ай сайынғы төлемнің мөлшері есептеудің ескі әдістемесі бойынша алғашқы жылдары жоғары болғанмен кейіннен азая береді. Себебі шоттағы жинақ қалдығы жыл сайын кемейді. Ал есептеудің жаңа тәсілі зейнетақы төлемдерін мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы қамтамасыз етуге есептелген. Өйткені оның мөлшері жыл сайын өсіп отыратын болады. Әзірге айтпағым осы, ал қазір бүгінгі күннің ең өзекті жаңалықтарын информбюродан біліңіз.